Мұрат Есжан. Балуан Шолақтан қалған бір сөз бар. Кешегі қояндыдай жәрмекенде көтердім 51 пұт кірдің тасын дейді. 51 пұт бүгінгі тілмен айтқан кезде 800 килограмм. Немесе Қалмұқан Исабаевтың Қажымұқан атты шығармасын оққан боларсыз. Сонда 16 жастағы Мұқан екі ат сүре алмаған бір шана шөпті жаңағы екі атымен қосып ауылға сүйреп келеді. Орасан күш. Сол алып күштің бүгінгі ізбасарлары тісімен машине сүйрейді, тас сындырады, үстінен машине өткізеді. Көрейік. Жалғас Толғанбайды қазақы көрермен Ақылбай Ақсақалдың ұлы ретінде жақсы таниды. Әкем театрда сомдаған рөлдері де нағыз жігіттің сұлтанына лайық. Сол Жалғас осыдан 15 жыл бұрын жігіт сұлтанына қатысып жүлдегер атанған. Жигулиді тісімен сүйреп. Айнаға қарап айдайтындардан емессіз ба? Ол енді 94 жылғы 24 жасымда ба? Қазір мінекей 40-қа қадам басып алдық. Бісміллә деп көрейік енді. Не жазбасаңдар өшіп тұрғанын бәрі. От алып тұрып, біреулер сенбей қалып жүрмесін. Қазыққа шалып байлаймыз. Мынаны бүйтеміз кішкене арқанға. Не болсын деп, енді ауылдың арқаны жоқ қой бұл жерде. Сол көрейін енді. Мұрат, қалай отырасың ба? Алдын отырасың. Жоқ, өзің қалаған жерің, төбесіне отырып ал. Капотқа отырып ал. Бісміллә деп көрейік енді. Әркім өзі ниеттенсе, мен ойлаймын, КамАЗда тартуға болады шығар депші. Машина тартатын жігіттер болса, кесін үйретіп жіберем. Солай. Жапон машиналары жеңілдеу болады ғой қазір. Иә. Мүмкін неміскінен көреміз. Көрейік енді. Қазір КамАЗға өтпей қояйық, бірақ. Жалғастың көлігі 1400 келі тартады, ал мына дөңкиген қара машине 2 тоннадан кем емес. Аса өгіз секілді байлауға да тартуға да қолапайсыз. Дегенмен шешінген судан тайынбас. Жалғас драма актері болса, Сағаділде Үсіпәлиев Сықақ театрының әртісі. Тамаша күлкі керуенін тақия киген мафияға ауыстырып, қазір сол шаңырақтың белді әзілкеші болып жүр. Айтпақшы, Сағидың есімі әйгілі Мұзарт тобының атын қойған тапқыр ретінде де жақсы таныс. Мана айтқан үстінен көлік жүргізетін пақырыңыз да осы Сағаділді. Жалғас орамалмен жібін ораса, бұл белін орайды. Көліктің көрпесіне қарай көсілу үшін жеті өлшеп бір өтуде аса маңызды. Екеуі бірін-біріне дәл кеп тұр ма? Бұлай жақпай көрек па? Ой, бұрын мына жерін кеуденен басқан болатын. Ол кезде аяқпен екеуінің арасына жету үшін солай болды ғой, екіден көлекпен. Тіреуін тапсам жер шарын қозғалтар едім деген Архимедтің сөзі қаперіңізде шығар. Сағаділді машинаның салмағын көтеретін, денесін тұтас жабатын жалпақ тақтай болса, джиптің астына жатуға да дайын. Бұл трюк жасағанымызға біраз жыл уақыт өткен. Енді сіздердің енді уақытты қысылтаяң. Кеше ғана хабарлап, бүгін жасай қал дегеннен кейін енді амал жоқ, мынандай әдіске көшіп жатырмыз, әйтпесе осының барлығын. Бірақ тақтаймен шешетін мәселе, машинаның ұзындығында 2 есе келетін болса, 2-ден көліктің аралығындай. Енді амал жоқ. Біз енді машинаның асты тимесін деп, екі жағын осылай сәл биіктетіп көтеруге тура келді. Екі дөңгелекте өтереді, жету шегенде аңғармаған екенбіз. Өзі аласа мәшиненің тіпті төмен орналасқан коробка аталатын мүшесі батырдың сауытын жыртып, терісін жарақаттап кетті. Менің прям астының рамысы тиіп кетті. Жоқ, іш дұрыс қой, мұны аяқты құртып алды. Бастан құлақ, аяқтан шалбар садаға деген осы шығар.
Құрманғали Мұқашұлының өмірін циркке бергеніне 37 жыл. Жасы 60 талқындаса да қайраты қайтпаған. Қара күштің көмегіне жүгінетін күрделі трюктерді орындауда оған Қазақстан түгіл, жарты әлемде тең келетін жан жоқ. Мысалы, мына нөмірге Гиннестің рекордтар кітабына енген циркшілердің өзі талай мәрте таңдай қағыпты. 350 келіні көтеріп көпір жасау, яғни мостикке тұру, орасан күшті әрі ептілікті, сосын жаттығуды керек етеді. Кезінде Қажымұқан да циркте өнер көрсеткен. Қазір қара күшпен тепе-теңдік сақтауды қатар дамыту арқылы сол ізді жаңа деңгейге көтеріп жатырмыз дейді ол. Все хорошее — это забытые старые дейді. Со традициямыз ғой біздің не Қажымұқан уақытында ол соның біз ұрпақтарымыз со енді соның жолын қуып продолжать етіп, соң кішкене нетіп мынаны көтеріп жүрміз темірдерді. Сақыш Павлова жігітке бергісіз апа. Желкілдеп тұрған жоқ, 60-қа келді. Қазір шығыс жекпе-жегінің қыр-сырын бір кісі дей біледі. Ұршық емес қылыш үйрет. Қол аяғын еркін басқарып, қалаған жағына қайыр алады. Бұрын қарапайым тігінші болған ол ушу спортына осыдан 3 жыл бұрын 57 жасында келген. Содан бері 35-40-тағы спортшылар арасында 2 дүркін ел чемпионы атанып үлгерді. Ең қарт ушушының бұл жетістігі де бойында 57 жыл бұғып жатқан ерен күштің себебі болар. Күште тұқым қуалайды. Бұл қарт балуан Секен Ақсақалдың сөзі. Әкесі атырапқа аты кеткен балуан болыпты. Өзінің де жауырыны жерге тимеген. Қазір жасы 70-тің 8-інде. 8 бала, 24 немере, 4 шөберенің атасы кәдуілге қарап тастарды қолымен ұрып сындырады. Маған сендер көрсететін, мен күшімді көрсетейін. Алланың қуатын көрсетейін. Мен қолымды жеңе жоқ бұны. Осы қолым, мен тартынара қойыңдар. Ризасыңдар ма? Өзіңіз осындай тастыратын адамдарды көрдіңіз ба? Жоқ, бұған маған ешкімде көрдім. Тасы 80 келілік соқпен соқпаса сынбайды. Бірақ Алланың берген қуатын адамға қарсы қолданған емеспін дейді 46 жыл тракторшы болған зейнеткер. Сол тракторшы болып жүргенде түтіннің коробкасын өзім суырып өзім салып жүрдім. Көрермен көңіліне күдік ұяламасын. Тастар сол мезетте даладан жиналды. Аузынан ауласын тастамайтын қарияның да жалған айтуы мүмкін емес. Мен қолымда ештеңе жоқ. Как сабан ұрған шығамын. Қарт буын қазақы қара күштің әлсіремесіне сенеді. Бір немересінен, бірі шөбересінен үміт күтеді. Артық қуаныш. Қос тартады маған. Бұны кішкене өссін, мен өзім бұны айбаттылап осыған жолымды беремін. Олар жайлы білгің келсе, ортасына кіріп көр. Қайран біздің қасиетті қаранардай жігіттер. Ел үшін араласаңыз, бұқаны ұрып, жылқыны тартып құлататын, бір өзі бірнеше жігіттің ісін қатар атқара беретін марғасқа жігіттерді кездестіресіз. Бұрынғының батырларының бүгінгі жалғасы жайлы біле түскіңіз келсе, таразыдан көз жазып қалмаңыз. Біз бұл тақырыпқа міндетті түрде оралып соғамыз. Уақыт адамзатпен санаспайды, ал уақытпен санасқан адаспайды. Сағатты сатып алуға болады, бірақ уақытты сатып ала алмайсың. Әрбір мезеттің қадірін біле жүрейік. Өмірдің өзі таразы.